Айлин, не көріп жатсыңдар? Бізге клоун қуаттық. Клоун? Иә. Айлин, естідің ба анау? Ойбай, қорқынышты ғана клоун. Соседтердің группасына жазды ғой, осында клоун бізге сосед болып келіпті ғой, бірезі тұрады екен. Балдардың бәрін алдап алып кетіп қалады екен. Сендер далаға шыққан кезде көрмедіңдер ма? Көрмедік. Мен де көрмедім ше. Тағы біздің үйге келіп тықылдап тұрмасын, иә? Қорқам ше. Қарасаңнан түрі мама. Күліп тұрған сияқты да, бірақ қорқынышты, иә, түрі, иә? Бөпе кезінде қарсай. 5 жасында қорқынышты екен. Тағы біздің үйге келіп қалмасын. Қазір мен ана жаққа барып төсек жинап келем, отырып көре беріңдер. Басқа нәрсе көріңдер, мақұл ма? Мен қазір төсек жинап келем, жарай ма? A few moments later. Біреу тоқылдатып келіп тұр ғой, иә? Иә. Жүрші барайық, жүріңдер. Кім келді? Клоун. Білмеймін, жүр көрейікші. Да, клоун сосед болып қалмасын. Кел. Кім екен? Кім? Кім бұл? Мен ауылдан келген соседпін ғой, есік ашыңдаршы маған. Жоқ, ашуға болмайды, біз ашпаймыз есікті. Иә. Ашамыз. Ашамыз. Біз есікті ашпаймыз, жақсы сау болыңыз. Ашамыз. Ашуға болмайды, клоун ғой. Жүріңдер. Кеттік. A few moments later. Кеттік, жүріңдер. Есікті ашайық. Бұл кім екен? Мен жаңадан келген соседпін. Маған тұз бересіз ба? Сіздің үйіңізде тұз бар ма? Я тұз бар. Бар екен. Сіздің кішкентай қыздарыңыз ба? Я. Барасың ба? Не жүрмеймен кетеміз. Жоқ, бар. Ішке кіріңдер, қыздар. Ішке кіріңіз. Мен үйімде тұз қалмаған еп, тұз бере тұрыңызшы маған. Я, қазір әкеп беремін, күте тұрыңыз. Қыздар, сендер қандай әдемісіңдер? Қараңдаршы, менде қандай бар. Жүріңдер, аяқ киімдеріңді киіңдер, шлепкаларыңды. Мармелад бар менде, сендерге мармелад берем. Мен мына екі қызды алып кетемін. Мына екі қыз немен алданып кетпекші ғой. Мамаларына айтпаймыз. Жүріңдер. Мен ештеңе істемеймін сендерге. Мен просто мынандай берем сендерге, шлепкаларыңды киіп алыңдар, иә? Жүріңдер. Қызды ұрлап, өзімнің үйіне алып барам. Жүріңдер. Қараңдар, сендерге кішкентай мармелад берем. Сендерге тиіспеймін. Сендер бұл жерді білесіңдер ме, білесіңдер? Сендердің аттарың Айлин, Лейсан ба? Иә. Сендердің папаларың жұмысқа кетті ма? Жұмысқа кетті. Мамаларың сендерді іздеп жатқан шығар, иә? Иә. Ал сендер менімен бірге кетіп қалдыңдар. Сендер танымайтын адаммен кетуге болады ма, не? Болмайды ма? Онда сендер неге менімен кеттіңдер? Кетесіңдер ма? Мен сендерге конфет берем, мармелад ашып берем, иә? Давайте ашып жеңдер осы жерден. Ана қаталам. Отырма, тұр. Мына жерге тұрамыз.
Мен бұл екеуін алда өзімнің үйіме апарамын қазір достар. Бұл екеуі алданы қазір маған. Ал мен қазір бұларды қамап қоямын. Жей беріңдер. Тәтті ме екен мармелад, ұнады ма? Жеп алыңдар. Дәмді мармелад. Қазір мен өзімнің үйіме апарамын. Бұларды мамалары іздеп келгенше тығып қоямын, қамап қоямын. Жеп алыңдар. Дәмді ме екен? Иә. Жүріңдер, кеттік. Жүріңдер, енді мен сендерді күшті бір жерге апарам. Жүріңдер. Мына жаққа жүріңдер. Кеттік. Жүріңдер, бас. Мына қыз қандай күшті, тәтті қыз екен. Осы қызды сойып жеп қойсам екен. Ақылды қыздар екен. Қазір мен өзімнің үйіме бара жатқандарды алдап мармелад бер. Сендер әлі білмейсіңдер ғой, қазір қандай қызық болатынын. Ха-ха-ха. Жүріңдер, мініңдер. Жоқ, мен өзім басам, өзімнің үйімді сендер білмейсіңдер. Бер, мына қызға да бер. Бұл мармеладтың ішінде ұйықтататын дәрі бар. Қазір мен сол мармеладтың бәрін жегізіп, егені ұйықтатып, қолдарым байлап, қызғы бала. Бұлар әлі білмейді. Бұлар әлі ойлап тұр ғой. Күшті жерге бізді апара жатыр деп, бірақ әлі ондай емес. Бұл менің үйім. Сендер бұл жерді білмейсіңдер. Ха-ха-ха. Енді сендер бұл жерден шыға алмайсыңдар. Сен де бұл жерден шықпайсың. Қазір өзімнің үйіме қамауға апарам. Жүрмеге сендер қамауға. Келгендер. Бұлар менен әлі қашып құтыламын деп ойлап тұр ғой. Мен шаршап кеттім. Жете алмай кеттім мына қыздарға. Не істесем болады екен, а? Мен қалай бұларды үйімде ұстап қалам енді. Ойбай, бердім. Не істесем болады екен? Басым ауырып кетті. Не істесем болады екен? Қалай мен бұл қыздарды ұстап қалсам болады екен өзімнің үйімде? Басым-ай, ерімнің бәрін алып, қолымның бәрін тістеп алып, не істесем болады екен? Олардың күштері не дейін? Мына қызды ұстап алдым. Тәтті екен. Мына қызды жібермеймін енді. Мама, Дашкунды құттап керек қой. Енді мен Дашкунға. Ойлану керек.